үш тілдің біздің қазақстандықтар үшін, Қазақстанның оқушылар үшін керегі туралы біз бұл мәселеден жалпы бас тартқан жоқпыз. Біздің мектептің бағдарламасында осы тілдерді оқыту қалып отыр, және де қалады да. Ағылшын тілін қазақтар білу керек. Әрине де өзінің тілін білу керек. Өз тілінді құрмет, басқа өзге тілдің бәрін біл, өз тілінді құрметте дегендей. Сондықтан әрине де біз бірінші сыныпта, екінші сыныпта, үшінші сыныпта болатын өзгерістерді біріншіден ғылыми ізденістерге сүйеніп жасадық. Екіншіден жалпы біздің осы өзгерістерді мониторинг жасап, бақылау жасап, шешім қабылдадық. Енді бұл қандай шешім болады? Бірінші сыныпта, қазір 6 жаста келеді ғой. 6 жаста келген бала үшін бірнеше әртүрлі графикадағы үш тілді, үш әліппені бірге алып жүру, оны түсіну, жазып, оқып, үш тілде де үйрену өте күрделі болды. Сондықтан біздің ойымызша басқа тілдерді кемсітпей, басқа тілдерден бас тартпай, бірақ біздің ойымызша ең бірінші келгенде қазақ мектептеріне ол балалар өз ана тілінде жазып, оқып, үйреніп алу керек, дағдыланып. Жазып, оқып, бір тілді үйренгеннен кейін келесі тілді үйреніп алу өте оңай болады. Келесі екінші сыныпта оған орыс тілі қосылады. Одан кейін үшінші сыныпта ағылшын тілі қосылады. Бірақ біз одан ағылшын тілі бізге керек емес деп айтып отырған жоқпыз. Сәйкесінше бізде үшінші сыныпта ағылшын тілі бұның алдында 2 сағат болса, енді 3 сағат болып оқытылады деп біз қарап отырмыз. Өйткені осы әдістеме бойынша 2 сағат тіл оқу үшін әрине де жеткіліксіз. Сондықтан біз жалпы бұл шешімді қабылдағанымыз ол баланың осы ақпаратты қабылдауына байланысты, баланың үлгеріміне байланысты, жалпы осы әдістемеге байланысты қабылданып отырған шешім.